Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Санчо. Былайғы ойнағыларың келсе Астана дейтін серверге кіріңдер, сондамын. Бүгінгі видеода тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай біз фам ашатын боламыз. Фаманың аты жеті қарақшы. Ал енді біз бұл видеода фаманы дамытатын боламыз. Ары қарай енді өздерің көресіңдер. Короче, мен осыны фамаға Мерседесті көрген болатын. Бұл Блэкбастағы машина ғой, Мерседес соны. И мен 3-2-ге алатын боламын. И мен бұны резко тұрамын да қазір фамаға қосып жіберетін боламын. Так, осы жерде тұрамыз да біз кар дейміз да, и онды басып фамаға қосып жіберетін боламыз. Так, подождите дейді. Міне бұған резко біз фамаға қосып екінші ранкін беріп тастайтын боламыз осы жерде резко. Читағыда осы машина резко 2,5 миллионға осы крузак тауып отыр мен. И фамаға резко бұл да Блэкбастың машинасы. И так біз тұрамыз да бұған ремкісін салып 200 қылып резко фамаға бұны да қосып салатын боламыз. И мен тұрамын да бұған да екінші ранг беретін боламын фамадан. Өйткені мен бүкіл фамада бүкіл машиналардың бәрін екінші рангқа қоямын. Өйткені бұлар Блэкбастың машиналары болғандықтан. Міне фамада 4 машина болды осымен. И бізде гараж 3-3 бұл батарея. Фамаға крем дейтін болсаңдар, FG 238 дейтін болсаңдар, фаманың алдына келсеңдер, өзім күтіп алып, фамаға өзім кіргізем, болмаса балдар кіргізетін болады. Ал енді мен сендерді фамада бәріңді күтетін боламын. Фамаға кіріңдер, дамытайық бірге. Міне, короче, бүгінгі видеода стандартный кейс ашып жіберетін боламыз біз. Ал енді стандартный кейсқа кіріп, асықпай ашып жіберейік. Так, бұның ішіне маған не түсті? 700 плоткоин, болмаса тек мына жерде тұрған машиналардың мынау Porsche түсіп кетсе екен, давай өзіміздің тактикамызды жасайтын боламыз. 1, 2, 3 және 4 и ашатын боламыз. Бізде не түседі деген? Ой, бізге VIP кол түсті. Бұны резко распылт етіп жібереміз. И мына жерде менде, короче, машиналар бар. Осының бәрін распылт етіп тастайтын боламыз. Бұда қанша береді екен? Так, 21 кетті. Екіншісі, и бізде үшіншісі кетті. Номер 4, 5, 6, 7, 8 машина бар екен. 8 машина ішіне бізде қанша распылт жиналды? Бізде тек 1100 болды. Короче, мен мына жерде Эмилиан дейтін скин сатып алайын деп жатырмын. И мен бұған 1,900,000 рубльге бұны сатып алайын деп жатырмын перекупқа. И мен бұны маркетплейсқа қымбатқа қойып қоятын боламын. И мына жерде біз Эмилианды сатып алдық, короче. Мына жерде, короче, мен маркетплейсқа қойған заттарым сатылып кетті. И менде қазір 600,000 рубль тұр. И мына жерден 300,000 деп сатылып кетті. Қазір мына жердің бәрін асақ бізде примерно 2,100,000 ба болады. Мына жерде так бізде қанша бар? 2,300,000 болыпты. Мына жерде мен бір бомжарыс кейс ашатын боламын. Ішінен бізге бұл XP түсіп кеткеніз, распылт ететін зат түсема деп ойлап тұрсам. Мен, короче, резко фама спиди ақталайын деп отырмын. Өйткені мен мына жерде өзім 18-ші рубемін. И фамада бір бала бар екен, 18-ші рубен. И, короче, сол екеуміз жасаймыз. Болмаса 18-ші рубен болсаңдар да, сендер де қосып, сендер де жасасаңдар болады. И мен мына жерде так спиди ақтанды фамаға қосып жүрейін. Қазір міне спиди ақтан шығарайық. И міне мен бұны, короче, 3-2-ге алған болатымын. И бұл спиди ақтан мен де екінші ранг беріп тастайтын боламын резко мына жерден. Короче, өзіме осындай лупарик 700,000-ға сатып алдым. И өзіме айдап жүруге сатып алған болатым өзіме лупарикті. И, короче, бұл лупарикті енді шығып баратам ғой мен. И маған біреу келеді сатшы дейді, бұны резко 750,000-ға сатып жіберетін боламын. На место перекуп көріп жібере салам ғой. Мына жерде негізі өзім айдеймін деп алғам ғой. Просто резко қымбат ұсынғаннан кейін сата салғаным бар енді. Уже фамада 13 адам бар. И складқа, короче, 1 миллион теңге жинап қапты. Короче, сумела шешіп алатын боламыз. Әдемі бұл негіз 1 миллион теңге деген зор. И бізден ранг сатып атқандар да бар. 3-ші ранг болмасы зам сатып атқан. И менде, короче, қазіргі таңда зам 500,000 рубль болып тұр. Короче, мен 18-ші уровень емеспін ба. Сөйтіп пақайт етіп, короче, өйстіп ақша тауып атқан болатын. Өйткені қазір қолымда данный моментті ақша азайып жатыр. Короче, анау-мынау фаманы дамытып сөйтіп атқаным бар енді. И мен, короче, өйстіп бізде фаманың атын қызыл цветке бояу керек.
И сосын бізге захваттарға бару керек болып тұр ғой, короче. Осындай деген заттар бар енді. Нәнде, короче, мен кейс жара дейтін кейсті ашатын боламын. Мен бұны екінші рет ашайын деп отырмын. Так бізге бұдан 700 блок қойын, болмаса шарф түсіп кетсе екен деп тұрмын енді өзім. Осы шарфты түсіріп тауып жүре ма деген ойым бар. Так бізде түсетін зат, ё-моё, барқыне тягенес, резко қозғалтасаймыз, ойланбастай. Бізде 1500 болды. Короче, мен мына жерде Фаманың атын қызыл светке өзгертетін боламын. Осы жерде так міне семьяны нең көрші басамыз, 100 блок көйін тұрады екен. Үй тұрамыз да біз мына жерге өзіміздің істеп алған қызыл светке бояйтын боламыз. 7 қарақшы дегенді, короче. И бізде мынаны 7 қарақшы, и далее и бізде қызыл свет болды. Ал енді біз Фаманың машинелерін оларда қызыл светке қойып бояйтын боламын. Бүкіл машинаны қазір қызыл светке бояп тастаймын. Короче, өйстіп Фаманың машинесін бәрін бүкілін қызыл светке бояп тастаймын қазір. Осымен видео өз мәресіне жетті. Видео ұнаса арнағы тіркеліп лайк басып кетейік. Видео қызықты болды деп ойлағанда, короче, екінші бөлімде біз захват вишкаларға баратын боламыз. Дәл осы Фамамен 7 қарақшы дейтін. Сендерді мен Фамада күтетін боламын. ФГ 238-де сендерді күтетін боламын.